Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асқа осындай үлпілдек, жұмсақ корей пигодиін дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 мг жылы су, 1 чай қасық тұз және 400 грамм ұн, 1 қасық қосқыш, 100 грамм қант керек болады. Бәрін қосып, осылай қамыр елеп аламыз. Еленген қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Жарты 40 қабатты осылай майдалап турап, тұз қосып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сосын сығып, суын бөлек етіп аламыз. Үстіне чеснок, қызанақты майдалап турап қосамыз. Табаны қысытып, жуамен етті қуырып, дәмдеуіштерден кориандр мен қара бұрышты 1 қасық сұйық майды қосып, бәрін араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді көтерілген қамырымызды алып, кішкентай зуалашаларға бөліп шығамыз. Мантаварка листтарын майлап, жасаған зуалаларымызды жайып, ішіне салмасын салып, әдемілеп бәрін түйіп шығамыз. Бәрін осылай әдемілеп түйіп шыққасын, мантаварка листтарына қойып, теріп, осылай қойып шығамыз. Арасына кесені қойып қойсаңыздар, пигоди пісіп жатқан кезде бір-біріне жабысып қалмайды. Мантаварка астына суық су қойып, жоғары отта 50-60 минут пісіріп аламыз. Пигоди піскенше сәбіз салатын дайындаймыз. 3-4 дәна сәбізді тазалап теркадан өткізіп, тұз, уксус қосып араластырып, үстінен қуырылған жуаны, чеснокты, қызыл бұрышты қосып жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Піскен пигодиларымызбен салатымызды бірге дастарханға ұсына берсек болады. Рецепт ұнаған болса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қаламқас ас болсын.